Денсаулық адам өміріндегі ең қымбат байлықтың бірі. Оны қалпына келтіретін орындардың бірі Жамбыл облыстық мамандырылған оңалту орталығы. Бүгін біз осы орталықтың тыныс-тіршілігімен танысып, мамандар мен пациенттердің пікірін бірге тыңдаймыз. Осы медициналық ортада сіз қанша жыл жұмыс істеп жүрсіз және осы санаторияға қашан келдіңіз? Осы медицина саласында жұмыс істеп жүргеніме 15 жыл болды. Осы санаторияда істегеніме 2 жыл болды. Қазір оңалту орталығында массаж саласында жұмыс істеймін. Ал күніне қанша адам қабылдайсыздар? 15 адамнан жоғары қабылдаймыз. Керемет. Әртүрлі. Сонымен қатар, осы санаторияда қандай лечение түрлері бар? Бұл жерде көптеген лечениенің түрлері бар. Парафин бар, массаж бар, электрофорез бар, магнит бар, ТМС бар, ЛФК бар. Бұл жаққа айтады ғой, басқа қалалардан да келеді. Барлық аудан қалалардан келе береді. Біздің оңалту орталығымызда балаларға барлық жағдай қамтамасыз етілген. Лечениелерін алып болғаннан кейін күнделікті 4 мезгіл тамағы бар, полдниктері бар. Әрқайсысы өз уақытында беріледі. Және де лечениесін алып болғаннан кейін кешкі уақытта сағат 9-дан кейін телефондарын, ұялы телефондарын жинап алады түнде белгіге. Себебі бала тынығу керек, демалу керек, лечениеге кері әсер бермеу керек. Орталықтағы ең маңызды нәрсенің бірі пациенттерге деген қамқорлық. Мұнда әр адамға ерекше көңіл бөлініп, қажетті көмек көрсетіледі. Оңалту орталық бұл жаңағы мүгедектікті азайту және өмір сапасын жақсарту мақсатында жасалынған оңалту орталық. Бізде балаларды қабылдаймыз, үлкен кісілер қабылдаймыз. Бізде бар жағдай жасалған. Келіңіздер, ем алып қайтыңыздар. Тамағы да жақсы, тамағымыз да жақсы, лечениеміз өте керемет. Менің есімім Абенова Жанерке Жұмажанқызы. Мен осы орталықта логопед қызметін атқарамын. Мен осы орталықта жұмыс істегеніме 9 жыл болды. Бірінші жылдары әкімшілік бөлімінде жұмыс жасағанмын. Ал қазір 4 жыл болды логопед болып жұмыс жасаймын. Біздің орталықта емделушілер 10-14 күн аралығында ем ала алады. 14 күн ішінде ол енді әр науқастың өзінің диагнозына байланысты. Бізде ересектер бөлімі және балалар бөлімі бар. Ересектер бөлімінде бізде логопедке қатысты инсульттан кейінгі науқастар қабылдаймыз. Ол жерде әртүрлі диагнозда дизартрия, афазия секілді сол сияқты көп диагнозбен инсульттан кейінгі науқастарды қабылдаймыз. Және де балалар бөлімінде ЗПР, ЗРР, және аутизм, рас, қазіргі балаларда болып жатқан көптеген диагноздағы балаларды қабылдаймыз. Және біраз бізде нәтижелер бар балалармен жұмыс жасаған. Және дыбыс қою балаларда барлық жұмысты жасаймыз. Мен бұл санаторияда болғаныма 1 апта болды. Және мен пациенттердің бірімін. Осы репортажды түсіргеннің ең басты себебі осы болып табылады. Сонымен қатар мен осы жерде тек қана денсаулығымды дұрыстап қана қоймай, жаңа байланыс, қарым-қатынас, достар тауып үлгердім. Бұл жерде мен дәрігерлердің, медбикенің қамқорлығын және емнің пайдасын көрдім. Бұл жерде бәрі тамаша. Сен уақытылы тамақтанып, ұйықтап, тынығып үлгересің, серуендеп келесің. Бұл жерде атмосферасы өте тыныш, көңілді, керемет. Біздің Жамбыл облысындағы оңалту орталығына қош келдіңіздер. Біз сіздерді күтеміз.